Декретте ауылда отырып 5 айда 2 миллион таза табыс таптырған рецепті сіздермен тегін бөлісемін. Ең алдымен күрішімізге суды құйып, қатты отқа қоямыз. Арасында осылай араластырып тұрасыздар. Суы тартылғаннан кейін газдың астын ең төменгі отқа қоясыздар. Бетін жауып 15 минутқа қалдырасыздар. Күрішке араластыруға яблочный уксус құямыз, қант саламыз, күріштің үстіне құямыз, жақсылап араластырамыз. Күріштің суығанын күтеміз. Арнайы сушиді орайтын осындай заты болады. Соны пищевая пленкамен орап аласыздар. Одан кейін нориді пайдаланамыз. Филадельфия дайындау үшін ортасынан бүктеп кесіп аламыз және күрішімізді орналастырамыз. Менде перчатки болмағандықтан қолыңызды міндетті түрде сулап отырып жасаңыздар. Сол кезде қолыңызға күріш жабыспайтын болады. Күрішімізді асырып саламыз. Келесі бетіне айналдырамыз. Осындай коллектің 74%-тік творожный сырын пайдаландым. Сапасы жағынан да және бағасы жағынан да өте тиімді. Жай сапасы ғана емес, сонымен қатар дәмі де өте ерекше. Негізі сушидің дәмді болуы бұл күріштің дұрыс жасалуы және ішінде қосатын творожный сырыңызға байланысты. Үстіне жартылай тұздалған сьемга балығын пайдаланамыз. Менде балықтар өте кішкентай ғана болды, сол үшін тек осылай жартылай ғана қойдым. Ал егер сіздердің балықтарыңыз үлкен болса, үстін толықтай жауып шығасыздар. Екі шетін алып тастаймыз. 8 бөлікке 10 бөлікке кессеңіздер болады. Осындай кереметтей сушиларды Карлих фирмасынан газдалған сусынымен дәм татқалы жатырмыз. Басқа сушилардың жасалу жолын ертең көрсететін боламын. Дәл осындай сізге пайдалы болатын тегін мастер-класстарды сіздермен бөлісіп отырамын. Сол үшін міндетті түрде парақшама тіркелуді ұмытып кетпеңіз.